Бұрын вальгус пен варус сирек кездесетін, а қазір неге жиі кездеседі? Себебі неде? Отырғызу, жүргізу, бала дайын болмай тұрып, қолтықтап жүргізу, отырып тұруға итермелеу, аяқтың табиғи дамуын бұзады. Подгузник, ұзақ уақыт кию, қалың жаялық, әсіресе бір жастан кейін аяқ формасына әсер етеді. Қозғалыс аз, экран да көп. Қазір бала еркін еңбектемейді, ойнамайды. Табиғи бұлшық ет дамуы тежелейді. Дәрумені жетіспейді. Күн көру аз, дұрыс тамақтанбау, сүйек әлсіз болып, деформация пайда болады. Туа біткен әлсіз бұлшық еттер кейбір балаларда бұлшық еті тонысы төмен болады. Уақытында массаж, ЛПК жаттығулар керек. Шешімі бар. Дұрыс тамақтану, ортопед дәрігерінің бақылауы, дұрыс аяқ киім, қимыл қозғалыс және де массаж, ЛПК алу керек.